Қанша қарыз бар қазір? Қазір басымда 4 миллионнан асады. Одан сайын жоғаламын. Ана жерге барамын да. Анау это не мое. Мен адамдармен сөйлескім келмейді, потому что өзім андай психологически сынып жүрген кезім. Қыздарда көп тревога не үшін болады? Қыздардың құлағына алтын сырға. Қыздардың демалуы терең болмайды. Демалу деген вообще д әрпі жоқ қой бұл кісіде. Қытайдан товар алдырдым, содан басталды ғой қадалған жерім. Мен білмеймін оны ары қарай не істерімді. 1,5 жыл бойы демалмағанмын. Мен өзімнің денемді тыңдай алмай, ести алмай зорықтырып жүрген ғой. Сіз нәтиже болмаса, сіз бомжовать етіп жүрсеңіз қазір. Мне даже лень вставать утром и просто барып жуынып қайту деген нәрсе мен үшін лень болып кетті. Сен солай до конца сөйтіп робот болып өмір сүріп өту керексің. Так, запрос естіп отырық қой, полностью потеряла себя, 6 ай болды. Қытайдан товар алдырдым, содан басталды ғой қадалған жерім. Мен білмеймін оны ары қарай не істерімді. Алып келіп алдым, стримға шығардым, бірақ ол менің бұрын айналысып жүрген товарым емес, сол сумка болып кетті да, кожаный сумкалар алдырып алдым да, менде женский одежда болған. Соны ананы уже қалай сатуды білмеймін, қалай представлять етуді. Просто көрсетемін стримда. Сол кезде мен қарызға өзім кредитқа алып нетіп, айтып, сол ақшаны салып жердім, 2 миллион салдым, сонымен бірінші қадалдым, одан тағы да оны жабам деп, тағы алып бір-біріне бетіп кетті да. Сонымен бәрін тастадым. Бизнес может не мое, или мен бұдан уже ары қарай шыға алмаймын. Қанша қарыз бар қазір? Қазір басымда примерно бір 4 миллионнан асады. До этого қарыз деген нәрсе мен мүлдем өзімді увлекать етпейтінмін, чтобы менің жаным спокойствиеде жүру үшін да. Мен жек көремін, когда менде қарыз болады, мен ол кезде спокойно жүре алмаймын уже. Ал қазір маған уже андай бір басында напряженно болды, қазір жаңа сіз айтқандай уже пофиг. Қарыз ба қарыз, ол жабылмай ма жабылмайды, нафиг деп жүре беретін болып. Енді келе жатырмын сол нәрсеге. Потом алдымда сол до сентября оған дейін мен барлығыңыз білетін бір болайық деген проект бар ғой. Сол жерде редакция болып жұмыс істедім. 3 сезон, 4 сезон жұмыс істеген болатын. Сол жұмысқа қайтадан шақырды сол моментте именно. Мен анау кетіп баратқан кезде. И сол өзімді жоғалтуым үшін жарайды деп ана жұмысқа қайтадан барам да, одан сайын жоғаламын. Ана жерге барам да. Анау это не мое. Мен адамдармен сөйлескім келмейді, потому что өзім андай психологически сынып жүрген кезім. Аналармен сөйлесу керек. Мен өзімді шығара алмай жүрген адам, проекттағы адамдарды шығару керекпін да. Проектта сөйлеуін, басқасын, жүрісін, жаңағы олардың бәрін қарау деген сияқты. Каждый қонақтар келеді, ол кісілермен сөйлесу. Ол үшін сенде энергия болу керек, менде ол жоқ мүлдем. Болды, содан жұмыстан 2 айда істеймін да, 2 айдан қайттан кетіп қалам. Сол кеткеннен үйден шықпаймын, ешқайда шықпаймын, жатам, болды. Мне даже лень вставать утром и просто барып жуынып қайту деген нәрсе мен үшін лень болып кетті да. И болды, сол жатқаннан мен қазірге дейін, міне осы последний айда ғана шығар, өзім шығарып, қайттан стримді бастап, прямо жоқ нәрседен сол былтыр қалып кеткен товарларым бар, одан кейін. Товар қанша бар, остаток примерно? Қазір менде товарлар бітіріп тастадым. Бітіріп тастадым. Менде бір жаман нәрсе, энергия сразу бір күн шығамай ертеңде жоқ болып қалады. Ертеңде мен уже қайтадан істегім келмей. Сол нәрсе энергия өшіп қалады, қайтады. Неден ол проблема, неден екенін білмеймін. Энергия жоқ, бірақ мен айтпаймын, что мен қарыздарым жауып бастам, анау емес. Просто жұмыс істеп бастадым, бірақ қайтадан бір күн істеймін, екінші күні жоқ, 3 күн жұмыс істемей жата аламын мен. Болды, мен жасап алдым деймін да, ана бит берсем де бәріне. Все, мен құлағым тыныш, мен мазаламаңдар деймін да, болды. Мен өз-өзіммен кіріп кетемін да, сол жерде жата беремін. Ешкім тиіспесе екен, ешкім маған ештеңе демесе екен деп жүремін. Күшті. Күш нәрсе айтты, энергиям өшіп қалады, 2-3 күн жасаймын, қайтадан сол неге түсіп кетемін, потом қайтадан шығамын, қайтадан сатамын, қайтадан өшіп қалам деген секілді күш нәрсе айтты. Таныс жағдай ма, кімде тоже бар, я? Бірдеме күштіле бастайсың, энтузиазммен, ой-вай, айран дейсің, сонымен өштінде қалдым деген сияқты. Оның да тиімді жақтары бар ғой, білесіздер ма? Маған идеялар алып келеді, жаңа идеялар келеді. Мысалы жатқан кезде жатып ойланам ғой, энергия жоқ болатса мен ойға берілем, ойланам уже. Жаңа нәрселерді ойлай бастаймын, мақсат қоя бастаймын өзіме. Біріншіден сол нәрселер келеді да, мақсат қою деген нәрсе. Жаңа нәрселерді істеп көрсем деген нәрсе. Мысалы бұрын істемей, мүмкін мен бір күнде қараңыздар, связканы көріп тұрсыздар ғой, ойлар келе бастайды. Энергиясы бітеді, не істейді адам? Жатады. Жатқан кезде не пайда болады? Ойдан идея пайда болып жатыр. Күшті связка ғой. Ой, идея бірінші очередьте солай. Жатқан кезде не болады тағы да? Одан кейін жатқан кезде мен Инстаграм соцсетиді дамытамын ары қарай. Мысалы жатып аламын да, менде идея пайда болады да, бұрынғы видеоларды ашамын да, видео жасап уже Инстаграм мен ТикТок. Инстаграмды қазір қойып кеттім, ТикТокты қолына қолға алғам, ТикТокты жүргізе бастаймын. Жатып алып, сол жұмыс істеп жатса соның бәрін ше? Иә. Жатуым пайдалырақ сияқты ғой. Сол жата беремін ғой деп қоямын. Содан кейін тек қана мен жатқан кезде кино қарайсың, подкаст қарайсың, психологияңды дамытасың, кішкене өз-өзіңді дамытасың, миыңды жұмыс істетесің деген сияқты. Денем жұмыс істемейді, миым жұмыс жатасың, барып жатып дамып аламыз ғой, барып сіз. Жынды кинолар тамам. Өзі бөрек бір андай бар сияқтысың,
Не істейді дедіңіз? Подкаст көремін психология дедіңіз, подкаст қараймын, Дамимын психологический дедіңіз, фильмдар қараймын. Иә, көбіне психологический фильмдар мен подкасттарды қарай беремін да. Ана жерден керек нәрсемді теріп аламын. Жоқ, қарасаңыздаршы, байқадыңыздар ма? Қызық связка, иә? Адам просто так бір нәрсені жасамайды, жайдан жай. Аурудың өзінің бір белгілі бір пайдасы бар негізі сендерге ше. Ауырып қала беретіндер бар ма арамызда мысалға ше? Қарызға кіріп кете беретіндер бар ма арамыздан дей? Значит, ол жерде сен бір пайда көріп тұрсың да негізі ше. Выгода бар да, ол жерде выгода деп айтады. Қадалып қалудан пайда алатындар бар. Мен осы связканы үзе алдым ше. Менде былай болатын бұрында. Мен проблемаға кірсем, қадалсам, дамимын. Сонда мен миымда андай связка да. Мен даму үшін қадалу керекпін. Сосын мен ойладым да, зачем обязательно даму үшін қадала беру керек? Бұлаяқ дамуға болмай ма не? Бұрын мен осы программамен өмір сүрдім, осы убеждениемен өмір сүрдім. Бұның пайдасы жағы да бар, пайдасы жағы да бар, иә? Сізде де сондай нәрсе болып тұр ғой, байқадыңыздар ма? Энергиям өшіп қалады. Мен саған да айта аламын, искусственно өзіңнің энергияңды өшіресің ғой. Әдейі өшіресің да. Оның мақсаты жатасың, ойланасың, идея келеді, инста, тиктогын дамытады, подкасттар көреді, өзі дами бастайды, стрим көреді, анализ жасай бастайды. Давай осыны енді позитивный жағына өзгертіп көрсек қалай болады? Энергичный болып жүріп не істеуге болады? Энергичный болып жүріп 8 сағат стрим жүргізуге болады, например. Тоқтамай энергияны тасып Хорошо, 8 сағат стрим. 8 сағатта бәленбай миллион ақша табуға болады, мысалы. Товардың сату арқылы. Еще қолынан келеді ғой сен? Конечно, келеді. Жасай алғансың без осы проблем, уақытта. Жасап көрген адамсың, ақша тауып көрген адамсың. Иә. Ақша уже түсіндік қой, қазір өмірлерінде бір нәрсе қайталанып жатса, қайта. Значит, ол жерде саған бір тиімді нәрсе болып тұр. Осыны ойланып көріңдерші просто. Менде де солай болатын, шын айтамын, мен сол кезде таңғалдым ше, оказывается мен осы программамен өмір сүреді екенмін ғой деп. Менде андай программа болатын. Ақша оңай келуге болмайды деген нәрсе болатын. Оңай келген ақша оңай кетеді. Дұрыс емес. Біреудің ақысына кіріп кеттің деген ойлар болатын. Ең қызығы мысалы бәке келеді да риза да енді, как клиент ретінде риза. Мә, ереке дейді да, беріп жатыр да ақшасын. Мен алмаймын ғой. Жоқ бәке. Жоқ деген сияқты. Алсам да не болады менде? Чувство вины. Чувство вины, да. Менде де сондай нәрсе бар, сол неден келеді түсінбеймін. Иә, лайық емеспін мен ол нәрсеге. Ол ақшаға мен лайық емеспін деген программа болады. Жеткізе алдым ба? И ол программа не істемейді? Сені өсірмейді. Дамытпайды. Біз бүгін соны жасап жатырмық қой, сіздердің программаларыңызды тауып жатырмық қазір. Енді қараңыз, давай осыны позитивный жаққа көрсек қалай болады? Көрсек просто. Я же говорю, жасап кетесің деген шарт жоқ. Ақша көп өзің білесің, жата бересің, вообще проблема жоқ. Просто мынандай вариантта бар дегенге бар да. Энергия болса, айтып тұрмын ғой, 8 сағатқа дейін эфирда, стримда спокойно сатуға болады. Ол арқылы ақша жасауға болады. Позитивный жағы. В среднем қанша тауға болады өлдім дегенде? Өлдім дегенде товарға байланысты миллионнан аса береді. Потолок қойғандар жетеді, например. 1 миллион, иә. 8 сағаттың ішінде жасауға болады. Круто. Одан кейін адамдармен энергия алмасу, просто сөйлесіп адамдармен энергия алмасу. Пайдаң тиіп, мысалы, мен өзімнің жақсы энергиямды ар жақ экранның ар жағындағы адамдарға бере аламын деген сияқты ғой. Позитивный зат сол. Товарымды өзім барып шетелден алып келетін едім, мысалы, Қазақстанның ішінде ғана емес, шетелге барып алып келетін едім. Шетел аралап еще плюс. Иә, ол аралап келесің, еще жұмысыңды аяқтап келесің. И жұмыс, иә. Кайф қой, күшті. Энергия болса өзіңді дамытады енді. Ақша келеді, ақша келгенде дамуға өзіңе уақыт бөлесің, білім бірінші очередь. Білім аласың, дамисың. В общем, қазіргі фатикоштан басқа фатикошқа айналасың ғой. Иә, ойымдағы ішімде жүрген фатикошты жасап шығаратын едім да. Иә, шығара алмай жатқанымды, иә. Круто. Енді давай, негативный жағы. Не үшін энергичный болғың келмейді? Потому что жұмыс істеу керек болады. Жұмыс істеу керек болады. 8 сағат. Сосын? Энергия алмасқым келмейді ешкіммен. Өйткені мен біреуге энергия берсем, өзім энергиясыз болып қаламын. Мен біреуге энергия берсем, энергиясыз болып қаламын. Көбіне өз-өзімді аяп қалуым болады. Энергичный болғың келмей тұр да сен ше? Энергичный болсам, иә, білім алып қоям, шетел аралап қоям, жұмысым аяқталып қалады, ананың барлығын идеальный қылып тастайтын едім да, оның бәрін істегім келмейді. Просто тупо энергиясы жоқ деп сылтау айтып жата беру керек болып тұр ғой. Тірелген кезде прям жүгіріп барып оны тауып алу керек. Энергия бар ма негізі? Негізі энергия бар, жоқ деп айта алмаймын. Бар екен, иә? Просто болғым келмейді, потому что өзімді қинағым келмей ма, миымды қинағым келмей ма, или білмеймін. Сонда энергияң болса, сен өзіңді қинайсың деген сөз ба? Энергиям болса, өзімді қатты қинап жүретін сияқтымын. Өйткені менде ондай практика болған өмірімде. Міне басқа нәрсе шықты, қараңыздар. Бұл кісі өмірінде энергично жұмыс жасап көрген адам. Қатты жіберді. От душинан істеген. Сөйткенде, шаршаған, айтатын болсақ, сен демалу жағын білмейсің ғой. Қазір уже не хочу деді мида. Нет, не надо мне деп сөйтіп қалды ғой. Былайша айтқанда миын зорықтырып жүрген адам ғой.
жасаған, істеген, көрген, істеген. Результат болмаған еще. Болса деле мен дұрыс оны қолданбағам. Результат болған. Результат болғанда мен қандай нәрсеге жеттім? Білім алдым, оқу бітірдім, жұмысымды істедім, үй алдым, шешемді көшіріп алдым мына жаққа. Қараңыздаршы, результат жоқ дейді да, және ше. Естіп жатсыздар ма? Айтшы қайтадан результатыңды. Білім алдым, Аха. бірінші очередь. Өзім қалаған жұмысымда істедім, Аха. сол білім алған бойынша. Анамды көшіріп алып келдім Алматыға, міне Аха. биыл былтыр өзгеріске сол запроспен келіп, биыл мен сол кісіні көшіріп алып келдім. Аха. Қаскелеңнен үй алып, сол жаққа қазір шешем екеуміз сол жақта Үй алған, сосын көшіріп алғам, өзім қалауым бойынша. шетелдерге шықтың. Шетелдерге шықтым, шетелде Инстаграм жұмыс жүргіздің. істедім, Инстаграм жүргіздім, ТикТок жүргіздім, бәрі Аха. прям идеальный қызым. Ойдақпын, балам жақ тұрмысқа шықпам вообще. Сол өзімді ұмытып кеткен ғой. Болды, соның бәрін Бар екен ғой, результаттар бар байқадыңыздар ма? шетел Бұл жоқ деп қабылдап жүр. Потому что вознаграждение жоқ қой ол жерде. 1,5 жыл бойы өзгеріс тоқтамай жасаған адам ретінде. Ойлашы, каждый поток 300-200 адам келеді, бәйге біледі. 1,5 жыл бойы демалмағанмын ғой мен. Вообще уақыт бөлмеген өзіме. Энергиям бар деп ұра бергенмін ғой. Еще бәрі мақтайды ғой, ой, Ереке сен энергичныйсың, оған тойып аласың да, дальше ұрасың же. Ана жақта чит-код сабағым бар еще. Обязательно. Ана жақта тимбилдингім бар, анауым бар, дамуым керек. В общем, ұрватсын, 1,5 жылдан кейін бір жерімнен шықты ғой ананың бәрі ше. Сөйтсем мен өзімнің денемді тыңдай алмай, ести алмай зорықтырып жібергенмін ғой. Достигать ете бергенмін да. Ана істеу керек, мына істеу керек, келесі поток былай жасау керек. Командада да демалмайды менің кесірімнен. Қазір командам бәрі шашырап кетті, потому что зорықтырып жүрдім бәрін ше. Ол жайдан жай өзін зорықтырмайды ғой адам. Менде былай болған. Егер мен қазір тоқтап демалатын болсам, басқа конкуренттерім, басқа адамдар мені озып кетеді деген ой болған. Тоқтамау керек маған. Ұру керек, кету керек, істеу керек деген нәрсе болған. Сол программам, жаңағы убеждением ғой шектеп тұр ғой. Мені тоқтатпайды. Мына нәрсені түсіндім. Наоборот, мен тоқтап демалмасам, конкуренттерім озатынын түсіндім да. Потому что энергия жоқ қой сенде уже. Сен қалап тұрған жоқсың оны жасауға, сен уже жасау керек болып қалдың да. Мен убеждением сындырдым бірінші. Мен тоқтап қалсам да, мен конкуренттерден қалқымаймын, басқалардан чорт боқамаймын. Наоборот, энергия жинау арқылы не істеймін? Демалам, энергия жинаймын ғой. Одан сайын күшті жасай аламын дедім да. Убеждением сынды ма? Сынды. Содан кейін мен өзімен атысталдым. Дедім ғой, короче, достойно демал алдым. 1 ай, 2 ай түк жасаған жоқ. Адамдар келді, Ереке, өзгеріс қашан болады, бәрі күтіп жүр, халық, күте берсін. Демалған кезде менде не пайда болды? Жақсы идеялар шыға бастады. Елдоспен жолықтым, новый продукттар шыға бастады, новый шешімдер шыға бастады, өз жолым деген продукт шықты. Түк шығып жатыр да. А бұрында программам қандай болатын? Демалсам, қалып қоямын. Мен озып кетеді, мен қалып қоямын, аш қалам. Өз-өзіне. Рұқсат бермеген ғой өзіме ше. Рұқсат бермеуден бұрын мән мағына көрмеген ғой, демалдым. Не мағынасы бар деп ойлағам ғой. Демалуға деген менде программа дұрыс емес болғанда. Демалсам мен өзімді бездельник сезінемін. Демалсам мен өзімді лох сезінемін. Демалсам мен өзімді артта қалып қойғандай сезінемін. Керексіз сезінемін. Басқалардан қалып қойғандай сезінемін. Программа ғой миымда. Сөйтемін да, демалсам да демаламаймын. Жаңа жатып жатқан жоқ, көрдіңіз бе? Демалу деген вообще д әрпі жоқ қой бұл кісіде. Идея іздеп жатыр, тиктогын дамытып жатыр, инстаграм жасап жатыр тағы да. Давай енді Фати көрші, осыны өзгертіп көрейікші қазір. Демалу арқылы не қандай пайдалы болады? Жақсы, позитивный. Бірінші очередь энергия келетін шығар, жақсы энергия. Энергия келеді. Жұмысқа жаңа құлшыныс пайда болады адамда. Жаңа идея. Идея пайда болады. Өзгерістер, идеялар, олар пайда болады, сөзсіз. Сосын? Өз-өзіңді таныйсың кішкене. Өзіңді тани бастайсың, тереңірек. Жалпы адам яғни дене пайдасы бойын, бар ма миын екен демалудың негізі? Болады ғой негізі демалу, иә? Дұрыс демала білу керек. Фатима, мен білем сен баяғыдан танимыз, өзгерістен бері танимыз. Қаншама адамды өзгеріп тоже ат салысып жатыр, білем ғой, танимын. Молодец. Надо выйти, да? Отстань от себя. Давай через кайф жасайықшы енді. Демалып жасайықшы басқа елдің қыздары сияқты демалып, еркелеп, ырымдап жасайықшы. Болады ғой? Болады. Рұқсат берші өзіне. Қалай рұқсат беру керек? Болады деші просто. Қалай демалуға болады деп. Демалудың выгодалары. Көрдің ғой? Ойлашы, энергияң көбейеді. Не үшін бағана айтты ғой, энергияң бітіп қала береді дейді. Қашты демалмайсың да? Энергияны алатын жер жоқ. Қазақтың әрбір сөзі негізі мағынасы өте терең да. Дем алу дейді да. Терең демалшы, мысалы, бір рет. Уже басқанда ощущение сияқты ғой, иә? Біз даже негізі байқасаңыздар, ол физиология тоже әсер етеді.
терең демалмаймыз. Қыздарда көп тревога не үшін болады? Қыздардың құлағына алтын сырға. Қыздардың демалуы терең болмайды. Тревога бола ма? Тревога қазақшасы уайым. Уайымдап тұрсың ба? 10 рет бір демалшы, автоматтан жібереді. Тың идея келе бастайды. Өйткені миға не бар жатыр? Кислород. Ал тревога қай кезде пайда болады? Кислород азаяғанда. Кислород азаяды ғой. Тренировкаға не үшін бару керек деп айтады осы кезде мән мағынасы ашылады да. Потому что сол арқылы сен кислород миына идея, байқасаңыздар, тренировкада идея көп келеді ғой. Или баняға барсаңыздар, спаға барсаңыздар идея көп келеді. Расслабленный состояние, демаласың да, өйткені сен ше миың демалып жатыр. Тревога басылып жатыр. Тревога басылған сайын идея келіп жатыр. Бағана кортизол деген жақсы нәрсе айтты. Кортизол кезінде адамда не істемейді? Тың идея келмейді, жақсы идея келмейді. Вот осы нәрсе. Көрдің бе? Осылай егер де біз мән мағынасын өзгертетін болсақ, программаларымызды өзгертетін болсақ, сол кезде демалуға рұқсат береді. Демалуға рұқсат болғаннан кейін уже сен нең көбейе бастайды, жаңағыдай эффективностің көбейе бастайды. Мен мынаны түсіндім, қыздар, жігіттер. Өмірлеріңізде сіздерге бір нәтиже беріп жүрген бір әрекеттер бар. Осы уақытқа дейін беріп келе жатқан. Соны алыңыздар да, бір сіздерге лайфхак. Алыңыздар да жазып алыңдаршы, не нәрсе? Именно сен өміріне нәтиже беріп жатыр. Спортқа барған кезде менде нәтиже жақсы болған. Например, таңертең ерте тұрған кезде менде нәтиже болған. Мынандай кезде деген сияқты обучение алған кезде нәтиже болған. Ментормен жұмыс жасаған кезде нәтиже болған. Мақсат қойған кезде нәтиже болған. Мақсатым бар кезде нәтиже болған, Нұреке. Шынайы мен жандыратын мақсат бар кезде менде нәтиже болған. Например, осыны системаға енгізіп тастаңдар. Өмірлік системаларына. Менде мынандай болады екен. Мен өзім зерттедім. Мен білім алған кезде жақсы дамиды екен. Менде сол екен, мен фишкам. Мен жақсы білім алсам, мен энергиям артады. Мен білімім көбейеді и жақсы ортаға түсемін. Мысалға 5 миллион теңге таптым бір уақыт, бір кездері. Например, ол кезде не істедің сен 5 миллион табу үшін? Нәтиже бәрінде бар. Сіз нәтиже болмаса, сіз бомжовать етіп жүрсеңіз қазір. Үйленудің өзі нәтиже. Үйленудің өзі нәтиже. Шетелге шығудың өзі нәтиже. Бәрі нәтиже. Инстаграм жүргізудің өзі нәтиже. Барлығы нәтиже. Жақсы жерге барып демалудың өзі нәтиже. Олсыз болмайды. Түсіндіріп алып тұрмын ба? Сөйттім да мен не істедім? Мен тауып алдым ғой өзімдікін, менікі білім екенін түсіндім ғой мен өзімдікін. Не істедім? Білімді жүйеліге қойып тастадым. Иә, жүйелі түрде. Мен бұрында білімді қай кезде алатын? Тек қана қадалған сәтте алатын. Ал мен қадалым келмейді енді. Надоелым шықты да енді. Білімді жүйеге қойып тастадым просто. Қазір мен параллельно 3 білім алып жатырмын. 3 жақтан. Суббота сен обучение бар деген сияқты. Бір ментордан бар деген сияқты. Сөйтіп 3 жақтан. Мен оны жүйеге қойып тастадым. Біз бұл фишкамен қалай ойлап таптым. Кезінде отдел продажадан мен рок болған кезде былай жасайтын. Бізге менеджерлар келеді, новичоктар келеді ғой, олар сатудан қорқады. Бірден сатып кете алмайды. Мен айтатын, 3 күн сатпайсың дейді. В смысле, сен бізден сатуға алдың ғой дейді. Мен айтам, 3 күн сатпайсың, тек қана клиентпен сөйлесесің. Сату ойында болмасын дейді. Бірақ по-любому ең қызығы ол сатады да. Потому что сөйлесесің ғой. Сөйтіп келеді, ереке мен сатып қойдым дейді да. Круто. Отыр, не істедің сату үшін? Жазады, нан істедім, даже настроим күшті болды. Таңертең жақсы болып шықтым, дұрыс тамақ іштім деген бар ғой жасаған әрекеттері. Бұл сенің фишкаң. Мысалы, Фатима бізде менеджер болатын болса, Фатима, бұл енді сенің фишкаң. Осыны не істе? Улучшать ет. Дамыт. Асыл ханымдікі басқа болады, Назгүл ханымдікі басқа болады, Нұрекенікі басқа болады, Ардақ ханымдікі басқа болады. Әркімнің өзіндік бір фишкасы бар. Соны тауып алып да соны дамытатын. Давай енді сенікін көрейік. Фатикоштікі демалу болатын болса, қалай оны жүйеге қойып қойламыз? Жүйелі түрде демалу. Жүйелі түрде дегеніміз мысалы демалуды пайдалы жағымен ба или қалай ол? Демалу, вот көрдің ба қайтадан. Миыма кірген. Түсініп тұрсыздар ма? Оның миында демалу деген ол пайдалы деген нәрсе тұр. Бір нәрсеге пайдасы. Миында программа жоқ та, демалу деген программа жоқ та бұл кісінің. Демалу это просто демалу. Фатикош дым мағына жоқ жерде. 2 аптада бір рет подругамен кезіп шай ішу. Тупо өсек айту. Болмайды саған олай. Последние 6 месяцев вообще нет. Болмайды олай саған жасауға. Даже разговор андай не жоқ қой. Болмайды деймін олай жасауға. Білмеймін. Сен солай до конца сөйтіп робот болып өмір сүріп өту керексің. Жарайды. Дұрыс па? Неше кейін жасаймын. И так жасап жүрмін ғой деші. Иә. Давай, көрейікші. Фатикош. Мынау фигня. Фигня. Оны ұмыттым. Шешіледі. Вообще фигня. Забила уже. Давай.
тез айтып тек. демалу проговор сөйлесу шығар, құрбыңмен сөйлесу, шығу. Хорошо, әңгімелесу. құрбымен кездесіп сөйлесу, иә. Одан кейін просто может бассейнге бару, ыстықкөлге бару деген сияқты нәрсе. Бассейнге бару. Просто бару ма или даму керек болып тұр ма? Бассейнге бару. Жоқ, просто бару. Просто баруға болады, иә? Иә. Бассейн, круто. Спа. Спа, круто. Караоке, клуб деген сияқты ғой, иә? Петь вот обязательно тоже караоке часто барамын. Круто. Сол жақтан. Круто. Енді осыны жүйеге қойып тастасақ. Энергия көбейе ма, қалай ойлайсың? Береді, без слов. 100% береді ғой, дұрыс қой. Өйткені сен денен демалып жатыр, сенің миың вознаграждение алып жатыр. Красавчик деп жатыр деген сияқты. Бір күш нәрсе дейін. Бай болсақ та өлеміз, кедей болсақ та өлеміз. Бақытты болсақ та өлеміз, бақытсыз болсақ та өлеміз. Жетістікке жетсек те өлеміз, жетпесек те өлеміз. Мақсаттар орындалса да өлеміз, орындалмаса да өлеміз. Демалсаң да өлесің, демалмасаң да өлесің. Бұны не үшін айтып жатырмын? Просто таңдау өзімізде, қалай өмір сүретініміз. По-любому өлеміз да. Қайда асығып жатырмыз деген нәрсе ол. Демалайық та бір. Болмайтын нәрсе болмайды да ол. Болатын нәрсе болады орнымен. Маңызды нәрсе не үшін айтып жатырмын бұны? Демалудың маңыздылығын айтып жатырмын, қыздар, жігіттер. Бұл жай әңгіме емес. Демалған кезде кортизол гормоны бастады. Кортизол гормоны бізге тревога сыйлайды, уайым сыйлайды, қорқыныш, үрей. Кім қорқып отырып қазір жақсы шешім қабылдай алады? Алдарында мына жерде арыстан тұрса қазір мысалға ше. Күшті обучение өте аламыз ба біз сіздермен отырып? Өте алмайсың ғой. Пока сол үрей қорқыныштан біз құтылмайынша жақсы шешімдер шықпайды. Жақсы шешімдер шықпаса, жақсы нәтиже болмайды. Сендердің убежденияларында андай тұр. Демалмай ұрысам жетістікке жетемін деген тұр. Менің убеждениемде демалсам жетістікке жетемін деген тұр. Демалысты не істеп тастау керек? Система сияқты жасап тастау керек та. Сол кезде сен миың автоматтан түсіне түссе, демалу керек деген сияқты. Түсіндім. Бола ма демалуға? Болады. Да, бүгіннен бастап демалатын Фатигош болайық та кішкене. Дамиды. Түсіндің ғой? Таптың ба? Убеждениеңді? Иә. Шектеуіңді? Иә. Басында бүйтіп керек, сөйту керек, стримге ашу керек. Миым демал, уже миым демал. Уже демалып қалды ма? Просто миым демалып қалды, сіз сөйлеп Иә, стрим керек емес деп. болды, мен отыра берейінші, демала берейінші деп. Көрдің ба? Басында қалай тұрды? Үлгеріп қалайын деп тұрмын, уақытым Энергиямды қалай толтыра басам? Энергия керек, энергия деп. Доза, энергия. Жатыр мені доза. Пайдалы болды ма? Өтсек. Все, давайте, рахмет.